Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Сен енді келмей-ақ қой. Бәріне рахмет. Әзірге ештеңе қажет емес, деді қызы. Анасы түсінбей қалды, сөмкесін жинап, пальтосын кигелі тұрған. Қызы фитнеске баратын кезде келіп немересін қарап отыратын еді. Ойланып қалды. Нені дұрыс жасамай қойды? Қандай қателік жіберді? Әлде балаға дұрыс қарамай қалды ма? Төсегіне дұрыс жатқызбады ма? Жоқ, себебі бұл емес еді. Күйеу баласының ата-анасы бай, қоғамда беделді адамдар. Олар өздері күндей немересіне келгісі келеді. Қымбат сыйлықтар сыйлап, қонақ бөлмеде шәй ішулері маңызды еді. Пәтерді жастарға алып бергенде солар, яғни қонақ бөлмеде солардікі, шын аяқта солардікі, жиһаз да солардікі. Сондықтан күнде кешке келіп баланы ойнатуға толық құқықтары бар. Бала да солардікі. Ал қыздың анасы қарапайым темір жол серігі. Көрікті көрінбейді, әдемі емес. Қызы сабырмен анасына осыны түсіндірді. Анасына: өзіңе қарашы. Қалай толып кеткенсің? Шашың да аппақ. Киімдерің де нашар. Ұсқынсыз. Саған өзіңе қарауың керек. Үстіңді жөндеп қалыпқа келтірген соң кел. Бұны мен саған жақсы болсын деп айтып жатырмын. Сенен темір жолдың иісі шығады, деді. Ана кетерінде әдемі айнаға қарады. Иә, қызы дұрыс айтады. Сырт бейнесі 2 деген мектеп бағасына сай. 2 беті қызарған. Сіңген аузының 2 жағын әжім басқан. Шынымен де өте көріксіз. Әйел далаға шықты да тамағына түйін тұрып қалғандай сезінді. Сосын 2 қызарған бетіне жас ақты. Дегенмен әділсің. Несіне жылайды? Құртақандай пәтеріне келіп диванға отырып, ескі телефонындағы суреттерге ұзақ қарады. Міне қызы кішкентай. Міне мектептегі кезі. Міне университет бітірді. Ары қарай үйлену тойы. Енді міне кішкентай немересі төсекте жатыр. Бар өмірі осы ғана екен. Жалпы бәрі жақсы. Ал енді саған әдемі емессің, толықсың, келме дегеннің несі қорқынышты. Бастысы сен өз рөліңді орындап болдың. Енді жақындарыңның бақытына кедергі болма, килікпе, бұзба. Қажет болсаң өздері хабарласып шақырады. Сонда бәрі бұрынғыдай жақсы болады. Әрине, бұл оқиғаның соңы емес. Себебі ол бос әлсіз әйел емес еді. Жалғыз өзі қызын өсірді, оқытты. Бұл бір нәрсені білдіреді емес па? Темір жолда жолсерік болып жұмыс істеу де оңай емес. Өзі жетім өссе де ешқашан шағым айтқан емес. Еңбек етті, бәрін жеңді. Мінезі бар деген сөз. Тек мейірімді және жұмсақ болды. Енді ол шағын спорт залға жазылды. Зиян тамақтар жемейтін болды. Тіптен стресс пен өкпеден мүлдем дерлік тамақ ішуден қалды. Ал шаштарыма. Шашын қысқартып бояп қойды. Әжімдерін косметологтар тегістеді. Көп те керек емес екен. Дұрыс макияж жасап алса болғаны. Киім сатып алды. Ол да қымбат емес болды. Сосын сұранып басқа пойызға ауысты. Бір еркекпен танысты. Жұмыстан шығып, сонымен бірге басқа жаққа кетіп қалды. Жап жақсы қала екен. Бәрі тез болды. Бас аяғы 1,5 ай ішінде. Ақыры қызы телефон шалып, немересімен отыруды сұрайды. Себебі бала күтушісі кетіп қалыпты, күйеуі бір жерде қыдырып жүр. Ал ата-енесі ұрыс шығарып, мүліктерін міндет еткен. Енді бұл әзірге келе алмайтынын айтты. Ол қазір алыста. Бір кезде мүмкіндігі болғанда міндетті түрде келеді. Немесе өздерің келіңдер, деді. Ол әрқашан қуанады. Ешқашан қумайды. Қызы анасына кетіп қалмады.
Ол күйеуі және бай ата-енесімен мүліктері үшін соттасып жатыр. Бұл енді ұзақ әңгіме. Кейде қызы өзінің керемет қымбат телефонынан анасының жіберген суреттерін қарап отырады. Енді анасы әп-әдемі көрінеді. Қазір-ақ қоғамның элитасымен бірге шақырып қонақ етуге болады. Тек олар бір-бірінен алыста. Мүмкін, әлі кездесер. Бұл оқиға әр ананың өмірінде кездесуі мүмкін. Ананың баласына деген махаббаты шартсыз махаббат. Ана баласы үшін бәріне де дайын. Тіпті отқа да, суға да түсе алатын жалғыз жан. Ананың балаға деген мейірім, махаббаты теңіздей терең, аспандай биік, оттай ыстық, күннің нұрындай шуақты. Анасы баласына әрқашан қолдау көрсетеді. Қайтарымына ештеңе талап етпейді. Ана өз баласының мүддесі үшін өз қалауынан бас тартады. Ол оған бүкіл әлемді беруге дайын. Ал баласы ше? Дайын ба? Қалай ойлайсыз? Әңгіме ұнаса пікіріңізді жазып кетіңіз. Мархабат. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.